Қайырлы күн оқушылар. Бұл сабақта біз көп айнымалы теңдеулер жүйесін құру арқылы шығарылатын есептерге тоқталамыз. Бірінші, Марат пен Санаттың салмағын қосқанда 150 кг. Санат пен Қанаттың салмағын қосқанда 165 кг. Марат пен Қанаттың салмағын қосқанда 155 кг болатыны белгілі. Санаттың салмағы қанша килограмм? Есепті құру үшін біз теңдеулер жүйесін құруымыз керек. Теңдеулер жүйесін құрмас бұрын біз айнымалыларын анықтап алуымыз керек. Мысалы, мына Марат деген есімді біз салмағын М әрпімен аласыламыз. Санат болса С әрпімен, Қанатты Қ әрпімен аласыламыз. Енді бізде айтады бірінші, Мараттың салмағына Санаттың салмағын қос дейді. Сол кезде нәтижесі 150 кг шығады екен. Одан кейін Санат пен Қанаттың салмағын қосқанда 165 кг шығады екен. Одан кейін Марат пен Қанаттың салмағын қосқан кезде 155 кг шығады екен. Енді бізде мынадай жүйе пайда болды. Осы жүйені шешу керек. Оны шешу үшін біз барлығын мүшелеп қосамыз. Яғни мынау теңдіктің сол жағындағыларын сол жаққа, оң жағындағыларын оң жаққа қосып жазамыз. Бұл жерде бізде мыдан екеу бар. Сондықтан 2m деп аламыз. Қосылған С-дан да екеу бар, 2С, Қ-дан да екеу бар, қосылған 2Қ болады. Тең. Мына үшеуін қосамыз. Осы үшеуін қосатын болсақ, бізде 470 шығады. Бұдан мына сол жақта бізде 2 деген коэффициентіміз әрқайсының алдында тұр. Сондықтан соны жақшаның сыртына шығарсақ болады. Бұл ортақ көбейткіш болады. Сонда жақшаның ішінде М қосылған С қосылған Қ болады. Нәтижесі 470. Енді мына үшеуінің қосындысын табу үшін біз 2-ні мыняқа, яғни оң жаққа бөлу қылып жібереміз. Сонда Мараттың салмағы қосылған Санаттың қосылған Қанаттың салмағы, яғни үшеуінің қосындысы 470-ті 2-ге бөлгенде 235-ге тең болады. Енді бұдан біз мынау Санаттың салмағын табу үшін мына бізде 3 теңдеу тұр. Осы 3 теңдеудің ішіндегі Санат деген жоқ болып тұрған теңдеуді аламыз. Ол бізде мына 3-ші теңдеу. 3-ші теңдеуде бізде тек Марат пен Қанаттың салмағын қосқанда деп тұр. Осыны мына теңдеудің астына жазамыз. Қосылған Қ тең 155. Енді мүшелеп азайтамыз. Сол кезде мына М мен М жойылады, Қ мен Қ жойылады, тек қана С қалады. 235-тен 155-ті аламыз. Сонда нәтиже 80 шығады. Яғни Санаттың салмағы 80 кг екен. Ал егер бізде Мараттікін сұрағанда, Мараттікін сұрайтын болса, Марат жоқ болып тұр, ona екінші теңдеу тұр ғой. Осыны алып келіп мына жерге қоятын едік. Сөйтіп азайту орындайтын едік. Одан кейінгі Қанаттікін табу үшін мына 3-ші теңдеуді аламыз да, оны мына жерге алып келіп қойып азайту амалын орындайтын едік. Екінші, қызыл, жасыл, көк, сары түсті шарлардың барлық саны 123. Қызылдан басқа шарлар саны 94, жасылдан басқа шарлар саны 81, көктен басқа шарлар саны 89. Сары шарлардың саны қанша? Енді бұл жерде барлығы 123 берілген. Бірінші қызылдың санын тауып алайық. Қызылдың санын табу үшін біз мына жерде қызылдан басқасы 94 деген. Сондықтан 123-тен сол 94-ті азайтамыз. Сонда бізде жауап шығады, ол 29 болады. Келесі, жасыл шарлардың санын табу үшін біз сол, яғни барлығы 123-тен 81-ді азайтамыз. Сонда бізде 42 шығады. Одан кейін көктен басқасы 89 дейді. Олай болса көктің санын табу үшін 123-тен 89-ді азайтамыз. Сонда ол 34 шығады. Енді бізде барлығы өзі 4 түсті шар бар. Қызыл, жасыл, көк. Енді тек сары ғана қалды. Енді сарыны табу үшін біз 123-тен мына үшеуінің қосындысын азайтуымыз керек. Осы үшеуін қосатын болсақ, ол бізде 105 шығады. 123-тен 105-ті азайтамыз. Сонда нәтижесі 18 шығады. Олай болса 18 сары шар бар. Үшінші, кітап пен қалам дәптерден 32 теңге қымбат. Қалам мен дәптер кітаптан 16 теңгеге арзан. Кітап пен дәптер қаламнан 28 теңгеге қымбат. Кітап қанша тұрады? Есепті шығару үшін мұндағы кітап, қалам, дәптер осы үшеуінің құндарын біз қандай да бір айнымалылармен белгілеп алайық. Мысалы үшін мына жерде кітапты X деп алайық, қаламның құнын Y деп алайық, және дәптердің құнын Z деп алайық.
Енді біз айтады кітап пен қалам дейді. Яғни екеуінің құнын қосқан кезде дәптеріміз Z. Дәптерден 32 теңгеге қымбат. Яғни бізде мына сол жағындағы қосынды көп болып тұр. Екі жақ теңесу үшін біз дәптерге 32 теңгені алып кеп қосамыз. Сонда екі жақ теңесіп теңдеу пайда болады. Одан кейін қалам мен дәптер дейді. Қаламымыз Y, дәптеріміз Z. Осы екеуінің қосындысы кітаптан 16 теңгеге арзан. Кітабымыз X. Теңесу үшін біз осыларға 16-ны қосамыз, сонда теңдеу пайда болады. Одан кейін кітап пен дәптер дейді. Кітабымыз X, дәптеріміз Z. Екеуінің қосындысы бізде қаламнан 28 теңге қымбат. Қаламның құны Y, оған 28-ді қосатын болсақ, екі жақ теңеседі. Міне бізде мынадай жүйе пайда болды. Енді дәл осы жүйені шешудің тиімді әдісі болып, бізде ішіндегі теңдеулерді қосу арқылы, яғни кез келген екі теңдеуді алып қосатын болсақ, сәйкесінше айнымалылардың мәнін анықтауға болады. Бізде бұл жерде кітаптың құнын сұрап тұрғандықтан, біз мына бірінші теңдеуге үшінші теңдеуді қосамыз. Енді қосып жазайық. Бізде мынада X бар, оған мына X-ті қосамыз, сонда 2X шығады. Одан кейін бізде Y бар, оны жазамыз. Одан кейін Z бар, оны қосып жазамыз. Тең болады Z плюс 32-ні жазамыз, Z плюс 32. Оған қосамыз теңдіктің тағы оң жағындағы Y плюс 28-ді. Y плюс 28. Енді мынаны жазамыз 2X плюс Y плюс Z. Енді мына Z-іміз сол жаққа өткенде минус болады. Y-іміз де сол жаққа өткенде минус болады. Тең 32-ке 28-ді қосамыз, 60 болады. Y пен Y жойылады, Z пен Z жойылады. Сонда 2X қалды. Бұдан X-тің мәнін табу үшін 60-ты 2-ке бөлеміз. Сонда X-тің құны мәні 30-ға тең. Яғни біздегі кітаптың құны 30 теңге екен. Басқаларын да осы әдіс арқылы анықтауға болады. Төртінші. Төрт мысықты барлық мүмкін әдістермен екі-екіден өлшегенде массалары 7, 8, 9, 10, 11 және 12 килограмм болды. Төрт мысықтың массаларының қосындысы неге тең дейді? Есепті шығару үшін біз әрбір мысықтың массаларын әріптермен белгілеп алайық. Біріншісін А деп алайық, екіншісін Б, үшіншісін С, төртіншісін Д деп алайық. Енді бұларды екі-екіден өлшеген, яғни бірінші А-ға В-ны қосады, одан кейін А мен С-ны бірге таразға салады, одан кейін А мен Д-ны таразға салады, одан кейін Б мен С-ны, одан кейін Б мен Д-ны таразға салады, ең соңында С мен Д-ны таразға салады. Яғни осылардың мәндері бізде жазып көрсетілген. Біріншісін өлшеген кезде 7, екіншісін 8, үшіншісінде 9, одан кейін 10, 11 және 12 килограмм болған екен. Енді бізге айтады, төрт мысықтың массасының қосындысы, яғни А қосылған Б қосылған С қосылған Д. Осының мәнін анықтау керек. Оның мәнін анықтау үшін мыналарды мүшелеп қосу әдісімен орындауға да болады. Болмаса кез келген емес, ішіндегі бізге керекті екеуін таңдап алсақ болады. Бізде міне А қосылған В дегені бар, және С қосылған Д дегені бар. Егер біз осы екі теңдеуді мүшелеп қосатын болсақ, бізде А қосу Б қосу С қосу Д болады. Тең болады да, мына екеуін қоса саламыз, 12-ке 7-ні қосамыз, сонда 19 шығады. Олай болатын болса, мына төрт мысықтың массаларының қосындысы 19 килограмм шығады. Бесінші. Қамырдан 20 бірдей қалаш немесе 25 бірдей тоқаш жасауға болады. Егер бір қалашқа тоқашқа қарағанда 10 грамм қамыр артып кететін болса, барлық қамырдың салмағы қандай болғаны? Есепті шығару үшін біз мұндағы қамыр, қалаш және тоқаш осы үшеуінің массаларын қандай да бір айнымалылармен белгілеп алуымыз керек. Мұнда бірінші қамырдікін X деп алайық, қалаштікін Y және тоқаштікін Z деп алайық. Енді бізде айтады, мынау қамырдың массасы дейді, 20 қалашпен бірдей деген мағына беріп тұр. Сондықтан біз тең 20 Y деп алсақ болады. Болмаса қамырдың массасы 25 бірдей тоқаш жасауға болады. Сондықтан 25 тоқаштың массасымен бірдей деп алсақ болады. Одан кейін бір қалашқа қарағанда дейді, яғни бір қалашымыз Y,
ол бір тоқашқа қарағанда z 10 граммға артық. Біз мына z-ке 10 граммды қосатын болсақ, екі жақ теңеседі екен. Сонда бізде мынадай жүйе пайда болды. Енді осы жүйені шешу керек. Ол үшін біз мына бірінші теңдеуден алдымен y-тің мәнін тауып алайық. Y-тің мәнін табу үшін біз x-ті мына 20-ға бөлеміз. Алымында бөлімінде 5-ке көбейтетін болсақ, бізде 5x бөлінген 100 шығады. Яғни бұл бізде 0,05 x-қа тең болып тұр. Одан екіншісінен біз z-ті табатын болсақ, x бөлінген 25 болады. Алымында бөлімінде 4-ке көбейтетін болсақ, 100-ден 4x болады. Яғни бұл бізде 0,100-ден 4 x-қа тең. Енді осы табылған мына екі мәнді алып кеп, сәйкесінше үшінші теңдеудегі y пен z-тердің орнына қоямыз. Y-тің орнына 0,100-ден 5x-ті қоямыз, тең z-тің орнына 0,100-ден 4x-ті қоямыз, қосылған 10. Енді бізде мынау 0,100-ден 4x келесі жаққа азайту болып барады, сол кезде 0,100-ден 1x шығады. Ол тең болады 10-ға. Бұдан x-тің мәнін табу үшін мына 10-ды 0,100-ден 1-ге бөлеміз. Бұның нәтижесі сонда бізде 1000 шығады. Яғни 1000 грамм болады. 1000 грамм дегеніміз ол бізде 1 килограмм. 6-шы. Қауын, қарбыз және асқабақтың массасы 19 килограмм. Қарбыз қауыннан 4 килограмм ауыр. Қауын мен асқабақтың массаларының қатынасы 2 бөлінген 1 қатынасындай. Қауын мен қарбыздың массаларының қосындысын табыңыз. Енді есепті шешу үшін біз мұндағы қауын, қарбыз, асқабақ осы үшеуінің массаларын әріптермен белгілеп алайық. Оларды сәйкесінше А, В, С деп аласылайық. Енді бізге айтады, осы үшеуінің массасы дейді 19, яғни үшеуін қосамыз. А қосылған В қосылған С. Осы 19 килограммға тең екен. Сосын бізде айтады, қарбыз қауыннан 4 килограммға ауыр. Қарбызымыз Б, бізде қауынымыз А болады. Яғни қауынға 4 килограммды қосатын болсақ, екеуі теңеседі. Одан кейін қауын мен асқабақтың массаларының қатынасы, яғни қауынның массасы А, асқабақтікі С. Екеуінің қатынасы 2 бөлінген 1 қатынасындай. Міне бізде осындай жүйе пайда болды. Енді бізде сұрап отырғаны қауын мен қарбыздың массаларының қосындысы. Оны біз А қосылған Б деп аламыз. Осыны анықтау керек. Енді ол үшін біз былай істейік. Бірінші, үшінші теңдеуді түрлендірейік. Ол жерде бізде пропорция бойынша А-ның мәні тең болады 2 С-ға. Енді бұдан біз С-ның мәнін табатын болсақ, А бөлінген 2-ге тең болады. Енді біз осы А бөлінген 2 дегенді мұна С-ның орнына алып кеп қоямыз. А бөлінген 4 дегенді мұна В-ның орнына алып кеп қоямыз. Енді жазамыз. А қосылған В-ның орнына апарамыз да, біз А қосу 4-ті қоямыз, ал С-ның орнына А бөлінген 2-ні қоямыз, тең 19. Енді мыналардың әрқайсының бөлімінде 1 бар екендігі белгілі. Бізде ортақ бөлім 2 болады. Сондықтан мыналардың әрқайсысын 2-ге көбейтіп шығамыз. Сонда мынау 2А, 2А, оған мынаны қосатын болсақ, бізде 5А болады. Қосылған 4 пен 2-ні көбейтінсе 8 тең 19 2-ге көбейтсек 38 шығады. Бұдан бізде 5А тең болады. 8 азайту болып барған кезде 30-ға тең болады. Бұдан А-ның мәнін табу үшін 30-ды 5-ке бөлеміз, 6 шығады. Енді B-ның мәнін табу үшін біз ары қарай осы 6-ға 4-ті қосамыз. Сонда 10 шығады. Енді бізге мынау А мен B-ның қосындысын табу керек. Олай болатын болса, 6-ға 10-ды қосамыз. Сонда нәтижесі 16 килограмм шығады. Яғни қауын мен қарбыздың массаларының қосындысы 16 килограмм болады. 7-ші. Мына өрнектің мәнін табыңыз дейді. Бұл өрнектің мәнін табу үшін мына жерде берілген мәліметтерді пайдаланамыз. Бірінші біз А мен В-ның қосындысы. А қосу Б, ол бізде 11-ге тең екен. Одан кейін С азайту Д. Оның мәні 4-ке тең екен. Одан кейін А-ға С-ны қосамыз. Ол 14-ке тең екен. Одан кейін Б-ға Д-ны қоссақ 6-ға тең екен.
осы берілген мәліметтерді пайдаланып біз мына өрнектің мәнін табуымыз керек. Бұл жерде біз жақшаны ашып алатын болсақ, алдымен А азайтылған С қосылған Б азайтылған Д болады. Міне осының мәнін табу керек. Енді біз былай істейміз. Мына жерде бізде үшінші және төртінші теңдеулер тұр, осы екеуін қосып аламыз. Осы екеуін қосатын болсақ, бірінші бізде сол жақта А тұр, оған мына Б кеп қосылады. Оған мына С-ны қосамыз, оған Д-ны қосамыз. Сонда сол жағын есептеп алдық. Енді оң жағында 14-ке 6-ны қосамыз, 20 шығады. Енді одан біз мына бірінші теңдеуді азайтып тастаймыз. А қосылған Б тең 11 деген. Осыны азайтамыз. Азайтқан кезде бізде А мен А жойылады, В мен В жойылады, С қосылған Д қалады. 20-дан 11-ді алатын болсақ, 9 шығады. Енді бізде мынау екінші теңдеу тұр. Екінші теңдеуді алып кеп осыған қосамыз. С азайтылған Д тең 4 дегенді. С-ға С қосылады, 2С болады. Сосын Д, мынау плюс минусты. Сол кезде 2-ді жойылып кетеді бізде. Сөйтеді тең 9-ға 4 қосылады, 11 болады. Бұдан С-ның мәнін табатын болсақ, 11-ді 2-ке бөлеміз, сонда 6,5 шығады. Енді бізге Д-ны табу керек. Д-ны табу үшін біз мынау теңдікті түрлендірсек болады. Д тең болады 9 азайтылған С болады. Олай болатын болса 9-ды жазамыз, С-ның орнына 6,5-ды қоямыз. 6,5-ды алатын болсақ 2,5 шығады. Енді мына жерде бізде А-ға В қосылып тұр. Бізде А мен В-ның қосындысының мәні мына жерде көрсетілген 11-ге тең. Сол 11-ді жазып алсақ болады. Одан кейін С-ның мәні белгілі. Жаңа анықтадық, 6,5-ға тең. Минус 6,5 дейміз. Д-ның мәні белгілі 2,5. Сондықтан мына жердегі минусымен минус 2,5 дейміз. Олай болатын болса, 11-ден біз мына екеуін азайтатын болсақ, бізде 2 шығады. Сонда дұрыс жауабы С нұсқасы. Енді стандартты емес теңдеулер жүйесін құру арқылы орындалатын теңдеулерге тоқталайық. Біріншісі, Ерлан 5 литр шұбат, 2 литр айран және 3 литр қымыз үшін 5500 теңге төледі. Ал Шынар сондай бағамен 10 литр шұбат, 4 литр айран, 4 литр қымыз үшін 10 000 теңге төледі. 1 литр қымыз қанша теңге тұрады? Біз алдымен теңдеулер жүйесін құрып алайық. Мұнда 5 литр шұбат дейді. Оны біз 5Ш деп алайық. Одан кейін 2 литр айран дейді. Оны 2А деп алайық. Яғни 2 литр айранның құны деген мағына береді. Қосылған 3 литр қымызды 3Қ деп алайық. Осының құны бізде 5500 теңге екен. Одан кейін Шынар дәл сол бағамен дейді 10 литр шұбат. Оған қосамыз 4 литр айран дейді. Одан кейін оған 4 литр қымыз дейді. Соны қосамыз, сонда ол 10 000 теңге төлеген екен. Міне осы жүйені шешетін болсақ, біз керекті мәліметті анықтауға болады. Ол бізде 1 литр қымыздың құнын анықтау керек екен. Ол үшін біз бүйтеміз. Мынау бірінші теңдеудің теңдігінің екі жағында біз 2-ке көбейтіп аламыз. 2-ке көбейткен кезде бізде мынауымыз 10 шұбат болады, 2 айранымыз бізде 4 болады, 3 қымызымыз 6 қымыз болады. Осының мәні 5500-ді 2-ке көбейткен кезде ол 11 000 болады. Енді біз мынаны сәйкесінше азайтып тастаймыз. Яғни екеуінің арасына минус таңбасын қоямыз. 10-нан 10 тасақ екеуі жойылады, 4-тен 4 тасақ екеуі жойылады, 6-тан 4 тасақ 2 қымыздың құны қалады, ол тең болады 11 000-нан 10 000-ды алатын болсақ 1000 теңге қалады. Бұдан қымыздың құнын анықтау үшін 1000 теңгені мына 2-ке бөлеміз. Сонда 500 теңге болады. Яғни қымыздың құны 500 теңге екен. Екінші, сиыр қойдан 4 есе қымбат, ал жылқы сиырдан 2 есе қымбат. 3 қой, 2 сиыр, 1 жылқының бағасы бірге 570 000 теңге болса, төменгі тұжырымдардың қайсысы дұрыс? Мұндағы М дегеніміз жылқының бағасы, К дегеніміз қойдың бағасы дейді. Енді бұл жерде теңдеулер жүйесін құру үшін біз әрқайсысының бас әрпімен бастапқы әрпімен алайық. Яғни айнымал түрінде алған кезде, мысалы, сиырдың құнын С әрпімен алайық.
ол бізде қойдың құнынан, яғни q деп алатын болсақ, содан 4 есе қымбат екен. Сондықтан біз қойдың құнын 4-ке көбейтетін болсақ, екеуі теңеседі. Одан кейін жылқы сиырдан 2 есе қымбат екен. Жылқының құнын ж деп аламыз, ол тең болады. Сиырдың құнынан 2 есе қымбат болса, 2 сиырдың құнына тең деген мағына береді. Одан кейін 3 қой 2 сиыр дейді. 3 қой қосылған 2 сиыр қосылған 1 жылқының құны бізде 570 мың теңге екен. Бізге онда төмендегі дұрыс тұжырымды анықтау керек. Ол үшін біз мына жерден әрқайсының құнын анықтап алуымыз керек. Ол үшін біз былай істейміз. Мына бұл жерде екінші теңдеу тұр. Екінші теңдеуде бізде жылқының құны 2 сиырға тең. Бізде 1 сиырдың құны 4 қойға тең. Сондықтан біз 2 көбейтілген дейміз. Сиырдың орнына 4 қойдың құнын жазамыз. 4 қой дейміз. Яғни 8 қой шығады. Сонда 1 жылқының құны 8 қойға тең. Сонда үшінші теңдеуімізде біз мына 3 қойды өз күйінше жазамыз, оған қосамыз. Мына 2 сиыр дейді. 2 сиыр болатын болса, ол бізде мына 8 қойға тең. Бірден жаза салайық. Қосылған жылқы дейді. Жылқы дегенімізде 8 қойға тең. Осыны жазайық, тең 570 мың теңге болады екен. Енді мына үшеуін қосамыз. 16, 19 қой шығады. 19 қойдың құны 570 мың теңге екен. 570 мың теңге. Сонда бір қойдың құнын анықтау үшін 570 мыңды 19-ға бөлеміз. Сонда ол 30 мың теңге шығады. Енді бізге сиырдың құнын анықтау керек. Сиырдың құнын анықтау үшін мына жерде көрсетілген, біз қойдың құнын 4 еселейміз. 4-ке көбейтетін болсақ 120 шығады. Сонда 120 мың болады. Одан кейін жылқының құны. Жылқының құнын анықтау үшін қойдың құнын 8-ге көбейтеміз. Сонда 240 мың теңге шығады. Енді бұл жерде бізге айтып отқаны М деп отқан жылқының бағасы дейді. Мына жылқының бағасын М деп аламыз. Одан кейін К деген қойдың бағасы дейді. Бұны К деп алайық. Енді біріншісін айтады, бізде 8К М-нен кіші дейді. Бізде екеуі тең болады. Сондықтан бұл жарамайды. Дәл осы мына жерде керісінше беріп қойған, ол да жарамайды. Сосын мына жерде қойдың құны 30 мың дейді, бірақ жылқының құны 180 мың деген, бұл да жарамайды. Одан кейін мына жерде қойдың құнын 25 мың депті, бұл да жарамайды. Тек Е қалды. Еде қойдың құны 30 мың, мына жылқының құны одан 8 есе үлкен. Сондықтан дұрысы осы болады. Үшінші, 6 лақтың салмағына қарағанда 5 қозының салмағы ауыр. Егер бір лақты қозыларға, ал бір қозыны лақтарға қосса, онда олардың салмақтары теңеседі. Егер барлығының салмақтарын қосқанда 152 килограмм болса, бір лақ пен бір қозының салмақтарының қосындысы қанша килограмм болады? Есепті шығару үшін біз теңдеу құру керек болады. Сол теңдеуді құру үшін біз лақтың салмағын X деп белгілеп алайық, қозының салмағын Y деп алайық. Енді бізде айтады, 6 лақтың салмағы ол бізде 6X болады. 5 қозының салмағы 5Y болады. Бізде осы 5 қозының салмағы ауыр екен. Сондықтан біз былай жазып аламыз. Одан кейін, егер бір лақты қозыларға дейді. Мына жерде бізде 6 лақ болатын болса, оның біреуін қозылар жаққа қарай өткіземіз. Яғни X-ті оң жаққа өткіземіз. Одан кейін, бізде 5 қозы болатын болса, оның біреуін лақтар жаққа апарып қосамыз. Яғни, оның бір Y-ін сол лақтар жаққа өткіземіз. Бізде 6X-тің біреуі оң жаққа өтсе, яғни бізде 5 лақ қалады деген сөз. Одан кейін, бізде 5 қозы болатын болса, біреуі өтті, сондықтан бізде 4 қозы қалады. Енді осы қосындылар бізде бір-біріне тең болады дейді. Сонымен қатар бізде барлығының салмақтарының қосындысы 152 екен. Олай болатын болса, біз 6X-ға 5Y-ті қосқан кезде нәтижесі 152 килограмм екен. Сонда бізде мынадай жүйе пайда болды. Енді бізде сұрап отырғаны бір лақ пен бір қозының салмақтарының қосындысы, яғни X пен Y-тің қосындысының мәні керек. Ол үшін біз мына теңдеулер жүйесін шешуіміз керек. Біз бірінші теңдеуді түрлендіріп аламыз. Ол жерде біз X-і барларды бір жаққа, Y-і барларды теңдіктің екінші жағына жинақтаймыз. Сонда сол жақтағы 5X жазылады. Мына плюс X-іміз минус X болып барады. Теңдік белгісін жазамыз 4Y. Мына біздегі плюс Y-іміз келесі жаққа минус Y болып барады. Ары қарай 4X тең болады 3Y-ге. Бұдан X-тің мәнін табу үшін
осы 3y-ті 4-ке бөлеміз. Бұны біз ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 0,175 y болады. Осы табылған мәнді екінші теңдеудегі x-тің орнына апарып қоямыз. Сонда 6 көбейтілген 0,175 y қосылған 5y тең 152 болады. Біз 6-ны 0,175-ке көбейтетін болсақ, 4,5 y шығады. Оған қосамыз 5y-ті тең 152 шығады. Бұдан екеуін қосатын болсақ, 9,5 y шығады. Ол 152-ке тең. Енді y-тің мәнін табу үшін 152-ні 9,5-ке бөлеміз. Сол кезде бізде 16 шығады. Енді бұл бізде y деп отырғанымыз қозының салмағы. Қозының салмағы 16 килограмм екен. Енді лақтың салмағын табу үшін біз мына теңдікті пайдаланамыз. Яғни x тең болады 0,175 көбейтілген 16. 0,175-ті 16-ға көбейтетін болсақ, бізде 12 шығады. Олай болатын болса, мынау x пен y-тің қосындысы бізде 28 килограмм болады. Яғни лақ пен қозының салмақтарының қосындысы 28 килограммға тең екен. Төртінші, x-тің орнында қандай сан болатын табыңыз. Бұл жерде бізде мынау жүйе есебінде берілген. Енді бұл жерде біз мынау x-тің мәнін табу үшін тек мына екеуін ғана қарастырамыз алдымен. Яғни бұл жердегі екі теңдеуді бір-біріне қосамыз. Сол кезде бізде смайлик белгісі қалады. Одан кейін бізде минус жүрекше, плюс жүрекше екеуі жойылып кетеді. Оған қосылған жұлдызша. Екеуін қосқан кезде 37 шығады екен. Бізде сұрап отқанда дәл сол жұлдызша, смайлик және жұлдызша осы екеуін қосатын болсақ, x-тің мәні шығады. Сонда x-тің мәні мына екеуінің қосындысы, яғни 37-ге тең. Бесінші, ыдыс-аяқ дүкенінде кастрольдің бағасы стакан мен шайнектің бағаларын қосқанға тең. 4 құмыраның бағасы 6 стаканның бағасына, ал кастроль мен шайнектің бағасы құмыраның бағасына тең. Бір кастрольдің бағасы неше шайнектің бағасына тең. Енді бұны шешу үшін де жүйе құруымыз керек, бірақ жүйе құру үшін біз x, y, z деген айнымалыларды құрсақ, ол сәл қиындау болады және көбірек уақыт алады, ойланып шатасып кетуіміз мүмкін. Сондықтан біз тек бас әріптермен қарастырамыз. Бұл жерде бізде айтады, кастрольдің бағасы дейді. Кастрольді біз, яғни оның құнын к әріпімен алайық. Ол бізде стакан мен шайнектің бағаларын қосқанға тең дейді. Яғни теңдік белгісін қоямыз, сөйтемізді с қосылған ш деп аламыз. Яғни стакан мен шайнектің бағасы. 4 құмыраның бағасы, оны 4 қ деп алайық. 6 стаканның бағасына тең дейді. Тең 6 с деп аламыз. Ал кастроль мен шайнектің бағасы, кастроль қосылған шайнек, осы екеуінің бағасы құмыраның бағасына тең екен. Бізде сұрап отқаны бір кастрольдің бағасы, яғни бір кастрольдің бағасы неше шайнектің бағасына тең. Яғни x шайнектің бағасына тең. Сондағы біз x-тің мәнін табуымыз керек. Екеуінің ортасында көбейту тұрады. Сонда біз осы жүйені пайдаланып, осыларды анықтауымыз керек. Енді бұл жерде біз алдымен былай істейміз. Мынау екінші теңдеу бар, ол осыдан біз стаканның бағасын тауып аламыз. Стаканның бағасы тең болады 4 құмыраның бағасы бөлінген 6 болады. Яғни біздегі мына 6-мыз келесі жаққа бөлу болып барады. Бұдан ары қарай бізде құмыраның бағасы мына жерде көрсетілген. Кастроль мен шайнектің бағасын қосқанға тең. Сондықтан біз жазамыз 4к плюс ш деймізді. Соны 6-ға бөлеміз. Бұл жерде 6 мен 4-ті қысқартсақ та болады. Сонда 3-тен 2 кастроль және шайнектің бағасына көбейтілгенге тең деп аламыз. Енді осы табылған мәнді бірінші теңдеудегі стакан құнына алып келіп алмастырып қоямыз. Сонда к тең дейміз. Одан кейін с-ның орнына осыны алып келіп қоямыз. 3, 2 к қосылған 2 ш деп аласылайық. Қосылған ш. Енді ортақ бөлімге келдірсек, бізде ортақ бөлімі оның барлығында 3-ге тең болады. Сондықтан біріншісін 3-ге, ш-ны да 3-ге көбейтеміз. Енді сонда бізде 3к тең болады 2к қосылған 2ш қосылған 3ш болады. Енді біз мына екеуін қосатын болсақ, бізде 5ш болады. Мынау 2 кастрөліміз бізде келесі жаққа азайту болып барады. Сонда 3 кастрөлден 2 кастрөлді азайтатын болсақ, бізде 1 кастрөл қалады.
сонда бір кастрөлдің құны мынау 5 шайнекке тең екен. Сондықтан дұрысы Д нұсқасы.